Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Өткендегі Шымкентте күннің ыстығында балық аулап едік. Енді бүгін Алматы облысына келіп, Кеген өңірінде тау етегінде мөлдір судың жағасында балық аулап көрмекпіз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ондай тау өзені. Осы тау өзенінен қазір дәл осы қармақпен балық аулап көретін боламыз. Ал құрметті достар, алғашқы болып қармағымызды тастап көрейік. Осы араларда балық болса қармақ түрту керек. Әзірге тыныш. 3-4 иірімді қарап шықтық. Енді өзен ағысымен жоғарылаған сайын ілініп қалуы мүмкін. Осы жолы тексеру. Егерде жақсы түсіп жатса, онда жақсы дайындықпен асықпай бір келетін боламыз. Мына табиғат енді керемет. Дәл осындай ауылдың етегінде, мынандай ағынды суда балық аулағанға не жетсін. Балық түсе бір ғажап болар еді. Бұл суда қандай балықтың бар екені де белгісіз. Дәл осындай иірімдерден қармақ салып тексеріп көретін боламыз. Бір-екі рет түртті. Майда балықтар болу керек, қармаққа ілінбеді. Мынандай керемет табиғатта қармақты қойып қойдық. Керемет табиғат. Енді осы тауда тау бүлдіргені піскен екен. Қараңыздар. Дәмі өте керемет. Мұнан бәрі бүлдірген. Ұсақтау болады.
Yanında bir keremet yerim var eken. Körek karmak çap koyduk. Kabız bolama bolmayın. Sаңырау құлақ. Дәл осындай саңырау құлақ бар екен. Бұл улы ма, жеуге болатын ма, болмайтын ма қозы құйрықтың. Кім біледі? Жаза кетсеңіздер. Мұнда екіншісі өсіпті. Бұл екеуі, мынау енді ақ екен. Екеуінің айырмашылығы жауыннан болуы мүмкін. Біреуі әппақ. Al cidden lan ben bir kere yerimge kebedim. Parmak ılık kaldı. Ne üzülür, ne çıkardı. Ne olmasa suğa düşü gerek. Қараңыздаршы достар, тастың үстінде қандай керемет.
ара бал жинап жатыр. Жалпы тіршілік деген осы. Сонымен достар, қармақты жинадым. Балық түскен жоқ. Мен күршегім әрі болды ма? Бір-екі рет түртті, бірақ балық түспеді. Десек те, мына керемет табиғат тамашалап серуендеп жүрудің өзі бір ғанибет.